Сәлем достар, кезек сабақ жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен все компоненты бөлімінің қайсы ретімен келеді, соны өтетін боламыз. Әрине ішінде программа жазылатыны бар, жазылмайтыны бар. Ең бірінші бізге қазір көзімізге түсіп тұрған екі датчик. Яғни Arduino'дағы пульт. Екінің пульті керек. Мынау приемнигі екінің, мынау кәдімгі пульті. Осы пульт арқылы біз қашықтықтан басқаратын боламыз. Макеталық тақта Arduino. Инфрақызыл қабылдағыш, бұларды біз радиолардың ішінде, теледидарлардың ішінде көруіміз мүмкін. Бұлар алдарында кедергі болмаса, прямой басқан кезде қабылдайды. Мысалға, машинада MP3-дің өлеңі бар, мысалға, соны ауыстырған кезде осындай кішкентай машиналарда пульт болады. Сол пульттің мынау қабылдағышы, ол радиодетальдің ішінде болады. Бұның да үш пині бар, пин, минус, плюс әрине. Питание плюске кетеді, красный. Минусы минусқа кетеді. Выход, яғни бұл приемник. Кез келген пинға, мысалға 7-ге. Arduino'да iRemote дейтін библиотека бар, осы пульттің библиотекасы. Енді кодына өтеміз. Текст, продолжить. Библиотеканы түсіреміз. Библиотека бізде iRemote деп аталынады. Библиотека для декодирования ика. Включить. Кез келген пульттің, инфрақызыл пульттің адресін алатын бірде-бір скетч бар. Сол скетчті қазір осында қоя саламыз. Мінекей, бұл скетчті де мен ойдан алған жоқпын. Бұл библиотеканың өзінде примерда келеді. Дәл қазір мен сіздерге оны көрсете алмаймын, себебі ол үшін бізге Arduino'ның идеяның өзі керек. Сол идеяда библиотека орнатылу керек. iRemote библиотекасы пульттің пині қазір бізде 7-те тұр. Декод результатқа тиіспейміз. Serial begin 9600 монитор порт. Қазір біз пульттің мәнін көруіміз керек. Enable iRin қабылдауды дайынмын деген сөз экранға iRemote қосылды дейді. Әзірше бұны алып тастасақ бізге қатты қажеті жоқ. Декод результаты басылады, яғни кез келген пульт басылатын болса 0x дейтін мәнге және де hex 16-лық санау жүйесіндегі пульттің мәні шығады. Ешқандай қиын ештеңе жоқ. Дәл қазір осы қарапайым скетч арқылы біз кез келген батырманың пульттегі 16-лық санау жүйесіндегі мәнін ала аламыз. Мониторды ашамыз. Кез келген пультті басамыз. Батырмасын. Егер қызыл батырманы басатын болсам, 0x деген ол мен өзім қойдым 16-лық санау жүйесіндегі. FD 0FF деген ол біздегі қызылдың батырмасы. Vol плюс, яғни дауысты шығару батырмасы біздегі 807F деген мәнді береді. Play пауза. FDA 05F. Кез келген пультті басу арқылы, батырмасын басу арқылы біз қалағанша адресті аламыз. Бұл адреспен не істеуге болады? Бұл адреспен кез келген әрекет жасауға болады. Светодиод жағуға болады, шлагбаум жасап шлагбаумды ашуға болады, нота ойнатуға болады, RGB-дің түстерін ауыстыруға болады. Оның барлығын егер өздеріңіз қаласаңыздар жасап көріңіздер. Ал мен екі ғана значение аламын. Бірді басатын болсам, бірінші светодиод жансын, екіні басатын болсам, екінші светодиод жансын, қызылды басатын болсам, екеуін өшіріп тастасын. Маған қазір керегі мынау бірінші кнопканың батырмасы, екінші кнопканың мынау өшіретін батырма. Демек, маған екі светодиод керек. Ал сіздер қаласаңыздар, қалаған компоненттер қойып көрсеңіздер болады. Базовыйдың ішінде бізде светодиод бар, қызыл және де резистор. 220 Ом қоятын едік, бірақ біз 100 Омды қоямыз. Минусты минусқа. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Минусты минусқа. Светодиодтардың анодтарын 6 мен 5-ке жалғаймыз. Так, оранжевый, желтый,
Так, 6 мен 5-те. Бирюзовый. 6 мен 5-те қызыл 1 және қызыл 2 бар. Жазамыз. Int. Int. Қызыл 1 тең 6-ға. Int. Қызыл 2 тең 7-ге. 5-ге. Pin mode output. Қызыл 1 output. Қызыл 2 output. Енді осы жерге былай деп жазамыз. Егер results value, яғни пульттің мәні тең болатын болса, 2 теңді кетеді білеміз. Монитор портты ашамыз. Мынау бізде бірінші кнопканың батырмасы копировать. Осы жерге қоямыз. Егер бірінші кнопка басылатын болса, біз аламыз, қызылды жағамыз. Digital write, қызыл 1 height. Яғни дистанционно. Көшіреміз. Ctrl-C, Ctrl-V. Егер екінші кнопка басылатын болса, копировать. Мұнда қоямыз. Ctrl-V. Екінші кнопка басылатын болса, қызыл 2 жанады. Көшіреміз. Ctrl-C, Ctrl-V. Егер үшінші кнопка басылатын болса, яғни қызыл, копировать. Ctrl-V. Онда begin end'ini түсіреміз. Себебі біз қызыл 1-ді және қызыл 2-ні өшірейін деп жатырмыз. Low, қызыл 2, Ctrl-V, қызыл 1 low. Осымен шағын программа аяқталады. Осындай шартты операторды қалаған батырмаға, қалаған светодиодқа, немесе пьезаға, немесе RGB-ға, сервоға қимылдайтын әрекеттің барлығына қойып көре берсе болады. Қазір бірінші батырманы басамын. Қызыл жанды. Екінші батырманы басамын. Қызыл 2 жанды. Выключить қызыл батырмасын басамын. Қызыл 2 және қызыл 1 бізде өшеді. Әрине программа өте жай жүріп жатыр. Сондықтан басылған кезде бірден орындалмады. Тағы бір рет басам. Бірінші батырманы басам. Қызыл 1 жанды. Екінші батырманы басам. Қызыл 2 жанады. Пульттің қызыл батырмасын басам. Программа екеуін өшіріп тастайды. Осымен пультке арналған шағын сабағымыз аяқталды. Сұрақтар болатын болса комментарийге қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.